Қайырлы күн оқырмандар, математика сабағы 118-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз кестелер мен пиктограммалар. Бірінші есепке назар аударайық. Әлия анасымен бірге отбасы үшін әртүрлі тағам дайындағанды ұнатады. Бірінші Әлияның отбасы қандай тағам түрін ұнататынын анықта дейді. Бірінші атасы бізде ет тағамы, яғни бешбармақты ұнатады екен. Әжесі де тура солай бешбармақты ұнатады. Жалпы отбасы мүшелерінің барлығы бешбармақты сүйіп жейді екен. Одан кейін әкесі мантыны ұнатады екен. Анасы ботқаны, мантыны және бешбармақты ұнатады екен. Баласы Сырым ол ботқаны, мантыны, сорпаны, бешбармақты ұнатады екен. Ал Әлия барлық тағамдарды сүйіп жейді екен. Өз отбасың ұнататын тағамдар пиктограммасын құр дейді. Өзің жасап көр. Екінші есеп мәтін және кесте бойынша пиктограмма құр. Әлия алманы, алмұртты, қара өрікті жақсы көретінін айтты. Сырым қара өрік пен алманы жақсы көреді. Сәуле тек алманы жақсы көреді. Енді біз пиктограмманы осылай құрамыз балалар. Сырымның, Әлияның және Сәуленің қандай жемістерді жақсы көретінін осылай пиктограммаға саламыз. Келесі үшінші есеп, бір есепті таңда және сұлбасын салып есепті шығар дейді. Кері есептер құрастыр. А нұсқасында себетте 5 алма мен 3 алмұрт бар. Себетте барлығы неше жеміс бар? Бірінші А нұсқасын қарастырайын. Алма 5 және алмұрт 3 штук екен. Шешуі барлығын табу керек бізге. Шешуі 5 қосу 3-тен 8, соны барлығы 8 жеміс бар екен. Оған кері есеп құрастырамыз. Алма 5 штук және алмұрт белгісіз, бірақ барлығы 8 жеміс бар екен. Шешуі 8 азайту 5-тен 3, жауабы 3 алмұрт бар екен. Жақсы, келесі төртінші әрбір топтағы заттар қандай белгілері бойынша топталған? Бірінші суретте нан өнімдері, екінші суретте шарлар, сыйлықтар, үшінші суретте ойыншықтар, төртінші суретте конус пішінді заттар екен. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға жазылып алыңдар. Лайк, комментарий қалдырыңдар.